Өңір басшысы Ерік Сұлтановтың төрағалығымен облыстық әкімдіктің кезекті отырысы өтті. Күн тәртібіне 3 мәселе шығарылды. Олар Қазақстан Республикасының тілдер туралы заңы мен саламатты Қазақстан бағдарламасының жүзеге асыру барысы және мемлекеттік рәміздерді насихаттау жайы. Қазақстан Республикасының тілдер туралы заңына сәйкес 2020 жылға дейін ауқымды жоспар құрылған. Бүгінде бұл мақсатқа облыс бюджетінен 62 миллион 462 мың теңге бөлінген. Қаржы мемлекеттік тілде оқытуға бағытталған. Жиында сөз алған тілдерді дамыту басқармасының басшысы Кемел Оспанов өңірімізде атқарылған жұмыстар мен тексерістердің нәтижесі жайлы баян етті. Айта кеткен жөн, былтырғы жылдың қазан-қараша айларында мемлекеттік тілді дамыту мақсатында облыс бойынша жылжымалы семинарлар өткізілді. Ал 2015 жылға аумақтық органдарда 44 тексеріс жүргізу жоспарланған. Оның 23-і қазіргі уақытта аяқталды. Тексеріс барысында Есіл ауданының ішкі істер бөлімінде көрнекі ақпараттарда, Ақжар, Қызылжар аудандық ішкі істер бөлімдерінде заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәліктерді ресімдеуде қателерге жол берілгені анықталды. Сондай-ақ аталмыш мемлекеттік мекемелерде Қазақстан Республикасының тіл заңнамасының орындалу барысы отырыстарда мүлдем қаралмаған. Тілдерді дамыту басқармасы жетекшісінің айтуынша, аудандық ауруханаларда мемлекеттік тілдегі актілер тиісті деңгейде толтырылмай отыр. Негізінен бұл қателіктер Жамбыл, Мағжан Жұмабаев, Шалақын, Есіл, Мамлют және Ғабит Мүсірепов аудандарында орын алған. Ваша работа в этом направлении, в вашей сфере неудовлетворительная. Вы показываете беспрецедентно низкие показатели по употреблению государственного языка, по применению государственного языка. Теперь есть такие, центральные больницы, в которых допускаются случаи, когда не принимаются, документы. Жамбылские, ЦРБ, Жумабаева, Шалахена, Есильский, Мамлютский, Мусрепова, Акима районов. Немедленно разберитесь. Ал саламатты Қазақстан бағдарламасы облыста жүйелі түрде жүргізілуде. Мәселен, биыл оған республикалық бюджеттен 21 миллиард 200 мың теңгеден астам қаржы бөлінген. Сондай-ақ жоспар бойынша ағымдағы жылы 13 денсаулық сақтау нысаны күрделі жөндеуден өтіп, 106 бірлік медициналық техника сатып алынбақ. Соңғы 5 жылда облыста бала туу көрсеткіші тұрақты болып отыр, ал өлім 11%-ға төмендеді. Согласно данным Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, осы жылдың 4 ай ішінде былтырғы жылмен салыстырғанда туу көрсеткіші 1%-ға өсті. Сондай-ақ өмір сүру көрсеткіші 3,2 жылға артты. 2015 жылы ана өлімі тіркелген жоқ. Денсаулық сақтау басқармасы басшысының баяндамасынан соң облыс әкімі Ерік Сұлтанов Қабдырахман Сақтағановқа бірқатар тапсырма жүктеді. Продолжить работу по снижению младенческой смертности, предупреждению материнской смертности. Эти показатели у нас, особенно по материнской, очень хорошие, поэтому здесь эту позицию надо держать. То же самое болезнь системы кровообращения. Келесі қаралған мәселе мемлекеттік рәміздерге қатысты болды. Бүгінде облыс көлемінде 761 мемлекеттік мекеме тіркелген. Бұл нысандарда 1730 мемлекеттік ту, 1540 елтаңба және 1300-ден астам стендтер орнатылған. Биыл 7,5 миллион теңгеге жаңа мемлекеттік рәміздер сатып алынды. Проведено 139 проверок. Биыл 5 айдың ішінде 602 мекемеде 139 тексеріс өткізілді. Негізінен бұл жерлерде әкімшілік құқық бұзушылыққа және қылмыстық кодекске қатысты фактілер анықталмады. Жиын барысында белгілі болғандай, 2016 жылы мемлекеттік елтаңбаға қатысты жаңа заң күшіне енбек. Онда рәміздердің техникалық талаптары туралы толыққанды мағлұмат берілмек. Алқалы отырысты қорытындылаған облыс әкімі ведомство басшыларынан жұмысты жүйелі түрде жалғастыруды талап етті. Аманжол Нұртазин, Анатолий Белонок, Ақпарат.